Аяулы анамыз Каташ кызы Клюшаның жұма күні 20 тамызда сағат 14:00-де орталық Ақ мешіт Сырдария мешітінің асханасында өтетін 40 күндік асына шақырамыз. 100 күндік асы қосып беріледі. Ағамыз Қараманның, Клюша жеңгеміз Клюшаның ордың басы осы. Өзің кеткелі ұқтым өмір бекерін, өзің кеткелі көз жасқа толды етегім. Дұға бағыштап жырымды енді арнаймын, білемін ана, жұмақта сенің мекенің. Клюша апамыздан алмай қалыпты. Анамыз Каташ кызы Клюша 1938 жылдың 9 қыркүйегінде шаруа отбасында дүниеге келді. Бала күнінен жетімдер үйінде тәрбиеленді. Бірақ мойымады. 7 класстық білім алып, еңбекке ерте араласты. Ұзақ жылдар бойы Платинстрой, Главриссовхозстрой, ПМК-11 мекемелерінде арматурщица, станочница жұмыстарын абыроймен атқарды. Анамыз өте еңбекқор кісі еді. Ерен еңбек екпіндісі, социалистік жарыстың жеңімпазы атанды. Еңбек даңқы 3-ші дәрежелі орденімен, еңбек ардагері медалімен, облыстың мақтау грамоталарымен марапатталды. Облыстың үздік құрылысшысы атағына ие болды. Коммунистік партия қатарына қабылданып, еңбекші депутат ретінде қоғамдық өмірге етене араласты. 1989 жылы 6 баланың анасы ретінде 51 жасында зейнет демалысына шықты. Күміс алқа иегері. Жолдасы Жарасұлы Қараманмен 51 жыл отасып, немере шөбере сүйді. Анамыз 2021 жылдың 25 шілдесінде 83-ке қараған шағында қан қысымынан көз жұмды. Балаларым аман болсын. Өртеніп өзек сағынып барам өзіңді, сағындым ана мейірімге толы көзіңді. Салмағым салған аз болмады өзіңе, жер таппай қояр кінәлап жүрмін өзімді. Көне алмай жүрмін өмірде сенің жоғыңа, алаңдаушы едің бұралаң менің жолыма. Басыңа барып, егіліп жылап қайтармын, келері осы бейбақ балаңның қолынан. Әже, нешедес? Мен бақ, 74-те. 74-те? Ине сабақтайды әлі күнге дейін.